Достар, жалпы превью, яғни обложка жасайтын кезде мынандай жолдар бар. Сіздер егер оңай жолы керек болса, мысалы сіз сол здоровье нишасын ала берейін. Так, мысалы мына канал менің көзіме түсті. Қандай видео алсам болады, мысалы ше. Так. Жоқ, бұл канал емес, бір басқа канал бар ма екен? Бір канал бар еді қазір. Человеческий организм деген бір канал бар. Осын көрейік. Міне. Осында скриншот жасап аласыздар да. Одан кейін мысалы қараңыз, мынау енді асқабақ туралы видео болып тұр ғой, мына это вещество в тыкве запускают дегенше, осының обложкасын мысалы пример ретінде айтып жатырмын да сіздерге. Осы жерде Google-ға кіресіздер, флатикон деп жазасыздар. Флатикон және де тағы бір сайт бар, FreePic деген сайт бар. Мен FreePic-ті вообще қолданбаймын, бірақ мүмкін кейбір кісілерге сол ыңғайлы болуы мүмкін. Мен мен не қолданамын? Флатикон қолданамын. Осы сайттан алсаңыздар болады, который қараңыздар. Тағы не бар? Тыква деп іздеймін. Поискқа басамын. Одан кейін неше түрлі тыкваның суреттері шығады. Осылардың біреуін алсаңыз болады. Болмаса, егер мынау мультфильм сияқты мынау деп менсінбей жатсаңыз, басқа да жол бар. Бірақ мына жақтан скачать ететін болсаңыз, мысалы мынаны таңдайсыз, скачать изображение басып, скачать етесіз, бұл сізге PNG форматта скачать етіп береді, галереяңызға түсіріп береді. Тағы да басқа жолдар бар. Қараңыз, мысалы сіз то же самое тыква деп жазасыз ғой. Неше түрлі тыквалар бар мына жақта. Қай асқабақ сіздің көңіліңізден шығып тұр? Мысалы, маған мысалы ұнап тұр. Қандай асқабақ бар? Маған мысалы мынау ұнап тұр деп есептейікші. Мен осына үш точканы басу арқылы скачать изображение деп басып аламын. Және Google-ға кіремін. Remove bg деп жазамын. Осын бірінші, мына жақта remove деп тұр. Міне. Remove bg деп тұр ғой. Сары түс жанып тұр. Удалить фон онлайн, сделать прозрачный фон деп тұр. Осыны басамыз. Загрузить изображение. Жаңағы асқабақтың суретін готовы деп белгілеп басамыз. Бұл сізге асқабақтың артында тұрған артық фонды алып тастайды. Тек қана асқабақтың өзін ғана қалдырады, яғни PNG форматта жасап береді. Скачать дегенді басасыз. Мынау предварительный просмотр дегенді басасыз, бесплатно болады. Сосын сразу скачать етіп береді. Енді біз жаңа асқабақтың обложкасын не істеп алдық қой, скриншот жасап алдық қой, жаңағы каналдағы. Енді осыны изменить басып өзгертеміз. Қазір бұл айтылады, короче, дайын превьюді өзгеріске енгізу деп аталады, ол айтқанда ше. Осылай қазір егер әрине видеоңыз онда 21 минут болса күшті. Егер одан аз или көп болып жатса, онда өзгеріс енгізу керек. Енді сіз Canva деген приложение кіресіз. Осы жерде создать дегенге басасыз. Сосын миниатюра для YouTube болмаса видео YouTube дегенге басасыз. Бәрібір қайсын бассаңыз да екеуі де сол 16:9 форматта не істеп береді, жасап береді. Енді галерея.
Жаңағы біз скриншотта қырықтық қой біз, қидық қой, сол қиған суретімізді қоямыз. Добавить медиа файл. Ой, мынау неғып не болып кетті, мынау неғып видео болып кетті. Қазір басынан кірейінші. Что-то обновление болған сияқты. Давайте мен миниатюра для YouTube дегенге кіріп көрейінші. Галерея. Мынау скриншотты қырықтық қой, біз соны қояйық. Так. Осылай қоямыз, біз дәл бұлай скачет етпейміз. Бұл как біреудің дайын нәрсесін ұрлаған сияқты болып қалады. Біз изменение жасаймыз. Біз, короче, то же самое галереяға барамыз да, мынау жаңағы ремовтан қырқып алған асқабағымызды қоямыз, короче, добавить деп. Бүйтіп, короче. Ой. Қазір. Артындағы асқабақты бізге көрсетпеу керек қой, короче, түсіндіре алдым ба? Осы қоямыз. Бұл как мысал ретінде айтып жатырмын. Одан кейін смертельная ошибка с тыквой дегенді өзгертеміз. Мына адам тұрсын десеңіз, тұрсын, өзгертем десеңіз, өзгертіңіз. Смертельная ошибка с тыквой дегенді бір. Мысалға ол тыкваның пайдасы болса, польза, ой, польза, мен енді орысша прям білем деп айта алмаймын, енді ренжімеңіздер. Былай жасайыншы. Переводчикке жүгіне салайын. Мен мысалы ағылшынша істеймін деп тұр. Он польза с тыквой, который не слышали деп қоя салайықшы. Ағылшыншасын копировать етіп аламын да. Енді текст дегенге барамын. Добавить заголовок. Ол жаққа жазып қоясың, короче. Именно элементы дегенге барамын. Мынаны басам. Так. Ой. Өзгертесің, короче. Мынада. Шрифтін өзгертсеңіздер болады. Негізі английский языкта шрифтке доступ өте көп қой, кәдімгідей өзгеріп тастауға болады. Бүйтіп, короче. Арық болып қалды. Бүйтіп шайласын қайрып жүресің, короче. Мынау артындағы фонды түсін өзгертіп тастауға болады. Мынау асқабақ тұр ғой. Осыған сәйкестендіріп қоюға болады. Мына жазуда или қара, или ақ қылуға болады. Міне дайын, превью дайын деп қойсың ғой, короче. Өстіп, мынау жоғарыдағы мынау стрелка тұр ғой, соны басу арқылы скачет етіп негізге салсаңыз болады видеоңызға. Одан кейін, егер жоқ мен басқа өзім нөлден жасағым келеді десеңіз, шығып кетесіз да. Маған енді Canva ыңғайлы. Енді басқаларыңызға білмеймін қалай ыңғайлы. То же самое солай миниатюра для YouTube дегенге басып, мына жақта неше түрлі шаблондар көп. Жаңағыдай асқабақ скачет етесіз ба, жоқ құлпын ай басып аласыз ба, кітаптың суретін басып аласыз ба, өзіңіз білесіз. Мына жақта неше түрлі шаблондар бар. Даже не істесеңіз болады. Мысалы, мен помидор деп іздем кеп тұр. Помидор туралы ақпарат берім кеп тұр. Мына жақта пицца бар екен.
егер мысалы сіз фастфуд туралы ақпарат бергіңіз келсе, иә, бургердің зияны деген сияқты сондай ақпарат бергіңіз келсе, осындай дайын шаблондарды қолданып жіберуге болады. Өзіңіздің стиліңізді қалыптастырған вообще күшті кетеді. Міне неше түрлі яркий шаблондар көп. Тағы не бар? Сыр деп көрейік. Міне ірімшік тұр, мына жақта пицца тұр. Тағы не бар? Ойыма ештеңе түспей қалды ғой. Қазір клубника деп көрейікші. Клубника деп көрейік. Міне неше түрлі құлпынайға арналған. Мысалға сіз құлпынайды қалай таңдау керек, құлпынайды қалай өсіреміз, сіз білмейтін құлпынайдың 6 түрлі пайдасы деген сияқты ақпарат жасайтын болсаңыз, істесеңіз болады. Мынау коронканың суреті тұрған, ол платный болып тұрады. Ал коронканың суреті жоғы, ол бесплатный болады. Сіз бесплатныйды таңдасаңыз болады. Егер платный подпискасын алам десеңіз, пожалуйста, коронкасының суреті барын таңдай берсеңіз болады. Короче, осындай нәрсе.